Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода мерекелік дастарханның көркін ашатын өте ерекше дәмді осындай соломка салатының рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: бір сәбіз қажет болады, және де бір қияр, жуа қажет болады, пияз, кровавый палочка қажет болады, 3-4 түйір, және де шұжық қажет болады. Шұжықты сапалысын, халал жақсысын алған дұрыс. Және де тұз, банкадағы кукуруза қажет болады, жарты банка. Майонез қажет болады бізге. Қара бұрыш қосатын боламыз. Біздің салатымызға қажет заттардың бәрін осындай қылып, видеода көрсетілгендей соломка қылып турап аламыз. Шіңішкелеп, осылай ұзыншақ қылып турап алатын боламыз. Қиярларымызды да видеода көрсетілгендей дөңгелетіп кесіп, осы дөңгелетіліп кесілген осы қиярларымызды соломка қылып тураймыз. Осылай ұзыншақ қылып бұларды да осылай турап шығамыз. Біздің салатымызға қажет заттардың бәрі мен осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Қиярларымызды осылай турап алдық, мінекей. Енді біздің шұжығымызды да жіңішке соломка қылып турап аламыз. Шұжықтың өте сапалысын алған дұрыс, халал жақсысынан, және де бұны да жіңішкелеп турайтын боламыз. Дайын болды, мінекей, шұжығымыз. Енді пияздарымызды да жіңішкелеп турап аламыз. Пиязымыздың ортасынан бөліп, жартылай дөңгелек қылып, осылай жіңішкелеп турап аламыз. Мен қызыл пиязын алдым. Қызыл пиязы салатқа өте жақсы үйлеседі, сондықтан қызыл пияз қосамыз. Міне осылай турап аламыз. Сәбізімізді үккіштің көмегіменен, терканың көмегімен өткізетін боламыз. Корей салатына арналған осындай теркамен біз сәбізімізді осылай майдалап турап аламыз. Енді осы туралған заттарымыздың бәрін біріктіретін боламыз. Үстіне кукурузамызды саламыз. Қара бұрышымызды саламыз. Қара бұрышымызды өзіңіздің қалауыңыз бойынша саласыздар. Азырақ дәміне қарай тұзын саламыз. Майонезімізді салып, осы салаттарымызды жақсылап араластыратын боламыз. Өте тез дайын болады, жеңіл салат. Және де осы салатымызды жақсылап араластырып, жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Жарты сағат тұрған салаттарымыздың ішінде сәбізіміз жұмсарып, әдемі болып дайын болатын болады. Біздің салаттарымыз жарты сағаттай тұрды. Дайын салаттарымыз. Ыдысымызға салып енді ұсынатын боламыз. Өте керемет дәмді шығады. Жасап көруге кеңес етемін. Мерекелік дастарханның көркін ашады. Жасап көріңіздер. Астарың дәмді болсын. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.